қалайсыңдар, амансыңдар ма? Сен өсіп қапсың ғой, кимейсің ба бұтыңа? Маған не алып келдіңіз? Саған ба? Бияқ келдім. Қой біріш, қалай, амансыңдар, жағдай қалай? Ауылдағы жеңшеңмен қырылып шықтым. Ана сойылған малдың етін салып жібердім қаладағыларға, етпет. Әуре болдыңыз ғой? Жоға, етпет керек қыласыңдар ғой. Кейін салып жіберіпті ғой, көкпет, хайуан. Ет самапты. Не? Сойылмаған ғой жылғы. Ауылда не жалығы ғой? Ауылда бір әшкілердің бәрі үйленіп алды қазір. Бір радионың үшінші құлап жатыр қазір. Шай қойшы. Бұл күзірайт деген біздің созақтан шыққан ғой. Үйретеміз ғой біз жан-жаққа. Өткенде айлық түскен. Қатын қайттым. Жетім емеспіз ғой. Киініп алайыншы дедім. Мынандай жемір алып келді. Қалай, әдемі ме мынау? Менікі ғой. Өткенде ауылға салып жүрем бір пакет. Мынау сенікі ма? Иә. Мынау ұяттап қалды ғой, ыңғайсыз болып қалды. Ауылдағы құла ерді саған атадым бол. Жылқы деген жемпірден қымбат ғой? Жой, ештеңе дамай. Әуре болмас. Кәдімгі жемпір ғой олдай. Мына жерде жылқының суреті бар әшейін. Інім өз нанға тойып қалатын болды ғой, тамағың ештеңе жоқ па? Қатын настыренсің ғой дерсің? Өз түнде қатынның футбол ойнамасыңдар ма негізі? Болады ғой ондай. Бір голдан қайтып атқан білесің ғой сен. Витамин деген ішіп аш. 4-5 голдан қайтасың. Айырасың мына мен. Зиян емес бұл? Қандай зиян? Таза табиғи өнім ғой. Простатитке, белден төмен не аурулар бүкілінде шипа болады мынау. Айғыр боласың. Ішіп аш қазір. Қамыр ауқат ішіп алайық.